Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 15 минутта дайын болатын шоколадпен өте дәмді печенье дайындаймыз. Бейнені соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқаны ыдысқа саламыз. Үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Арнайы миксердің қажеті жоқ. Венчик болса болды, жақсылап араластырасыздар. Немесе шанышқымен де араластыруға болады. Қант ерігенше араластырып, содан кейін сары май қосамыз. Бөлме температурасындағы май қосып, үстіне ұн саламыз. Және ұнның үстіне міндетті түрде қопсытқыш салу керек. Сол кезде печенье жақсы көтеріледі. Електен өткізіп салдым онды. Және жақсылап араластырамыз. Үлкен қасықпен араластырамын. Содан кейін қамыр илейміз. Жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермендер, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Осы бейненің астындағы подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсылап үлкен қасықпен араластырғаннан кейін, тағы да қажетті мөлшерде електен өткізіп ұн қосамыз. Және қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Көп ұн қосып қоймаңыздар, шетінен қосыңыздар ұнды. Қамыр дайын болған кезде шоколадты ұсақтап қосамыз. Жақсылап тағы да қамырды илейміз. Қамыр дайын, өте жұмсақ болып шықты. Шоколадпен толығымен қамыр араласты. Енді осылай домалатып печенье дайындаймыз. Егер сіздерде арнайы форма болса, қамырды оқтаумен жайып, сол формамен печенье дайындасаңыздар болады. Жақсылап қолмен домалатып, пергамент төселген формаға салам. Және дайын печеньені 180 градуста 10-15 минутта пісіремін. Пеш әртүрлі болады, сондықтан өз пештеріңізге қараңыздар. Печенье дайын. Енді пеште пісіреміз. Печенье дайын, өте жақсы көтерілді, жұмсақ, дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, төмендегі комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.